Сындар ма балалар, қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. 67-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы зат есім. Зат есімнің ережесін есіңізге түсіріп өтейік. Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Зат есімдерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, адам, бала, оқушы дейтін болсақ, кім деген сұраққа жауап береді. Адамға кім, жануарлар мен заттарға не деген сұрақтар қойылады. Кім деген сұраққа жауап беретін сөздер. Олар адамның аты жөні, мамандық атаулары және туыстық атаулары бар. Мысалы, ата, әже, әке, шеше, аға, әпке, қарындас, іні деген сияқты. Не деген сұраққа жауап беретін сөздер. Бұлар құстарға, аңдарға, төлдерге, жемістер мен заттар мен құбылыстарға қойылады. Мысалы, тоқылдақ, аю, бұзау, жүзім, орындық сөздері мысал бола алады. Енді балалар, оқулықтағы 11-ші жаттығуға қараймыз. Кесте мен тақырып бойынша мәтіннің мазмұнын болжа. Содан соң мәтінді тыңдап, болжамыңды салыстыр дейді. Ең көп кездесетін жәндік Қазақстанда 200-дей түрі бар. Ол қандай жәндік екен? Құмырсқа. Жәндіктердің сирек түрі. Құмырсқа бұл жәндіктердің ең сирек түрі. Ең көне жәндік 25 миллион жыл бұрын пайда болған. Адам секілді көшіп қонады. Құмырсқалар туралы айтылып жатыр. Құмырсқалар өркениеті. Құмырсқаның тіршілігі адамды таңғалдырар қызыққа толы. Ол жай ғана жәндік емес, одан бөлектеу дүние. Біріншіден, құмырсқа ең көп кездесетін жәндік. Қазақстанның өзінде 200-дей түрі бар. Екіншіден, құмырсқа жәндіктердің өте сирек кездесетін түрі. Үшіншіден, олар жер бетіндегі ең көне жәндік. 25 миллион жыл бұрын пайда болған. Тағы бір қызығы, құмырсқалар да адам секілді бір жерден екінші жерге көшіп қонады. Әр илеудің нақтыланған аумағы бар. Сол жер аумағының амандығын олар көзінің қарашығындай күзетеді. Шекара бұздыңыз ба? Жауап беріңіз. Бұл кезде күрделі дабыл қағылады. Шекарашылар тобы сол сәтте ақ жетіп келеді. Енді бұл мәтіннен жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді табамыз. Жекеше құмырсқа, жәндік, жер, шекара, адам. Ал көпше түрде шекарашылар, құмырсқалар бұл жекеше және көпше түрдегі зат есімдер болады. Енді құмырсқа туралы мәліметті тауып дәптеріңе жаз дейді. Дәптерімізге жазайық балалар. Құмырсқалар кішкентай, бірақ өте төзімді және еңбекқор. Олар өздерінен 100 есе ауыр затты көтере алады. Құмырсқаның ең жақын туысы ара. Бұл жәндіктер күніне 5 сағат қана ұйықтайды. Құмырсқалардың орташа өмір сүру ұзақтығы 30-90 күн. Бірінші жаттығуда айтылып өткеніндей, жоғарыдағы мәтін бөліктерін атауларын толықтыр дейді. Бізге бірінші құмырсқа жай ғана жәндік емес дейді. Енді ары қарай өзіміз бөліктердің атауларын толықтырып жазайық. Екінші, құмырсқаның Қазақстанда 200-дей түрі бар. Үшінші, құмырсқа жәндіктерінің сирек кездесетін түрі. Төртінші, құмырсқа 25 миллион жыл бұрын пайда болған. Бесінші, құмырсқалар бір жерден екінші жерге көшіп қонады. Енді балалар 12-ші жаттығуға қараймыз. Қай сөз көп? Жалқы есімдердің бас әріппен жазылу себебін түсіндір дейді. Бұл жерде жалқы есімдер жайық, бішкек, тайбұрыл, құтжол. Жалқы есімдер бұл адам аты, адам атаулары, қала атауларына берілетін сөздер, сондықтан бұлар бас әріппен жазылады. Жалпы есімдер жаңбыр, биші, өлке, бала, оқушы.
жаңа айтып өткендей жалпы есімдер яғни кісінің аты жөні, жер, су аттары, жан-жануарларға қойылған атаулар жалпы есім деп аталады. Балалар, есімізге түсіріп өтейік. Жалпы есімдер бұл әр уақытта бас әріппен жазылады. Соны есімізде сақтайық. Балалар, 13-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді оқы. Қазақстанда шөл дала көп. Бетпақ дала, мойынқұм, қарақұм, қызылқұм секілді шөлді, құмды жерлерде тіршілік ету қиын. Шөлде жел үңгіген тас қуыстар, үңгірлер бар. Мұнда табиғи қалалар, табиғи сарайлар кездеседі. Құмды шөлдің тағы бір тамашасы құмның сыбдыры. Құм бетінде желдің салған неше түрлі өрнегі бар. Енді астында мәтінді пайдаланып, кестені тиісті сөздермен толықтырып айт дейді. Жалпы есім, көпше түрдегі зат есімдер және жекеше түрдегі зат есімдерді мына берілген кестелерге жазып шығайық. Жалпы есімдер, жаңа айтып өткендей, кісі аттары, қала аттары және бас әріппен жазылады дедік. Енді бұл жерде жалпы есім бетпақ дала, мойынқұм, қарақұм, қызылқұм, Қазақстан сөздері жалпы есімге жатады екен. Ал енді жалпы есімге бұл жерде дала, жел, тас, құм, шөл сөздері жатады. Ал көпше түрдегі берілген зат есімдер үңгірлер, қалалар, сарайлар, қуыстар, жерлер сөздері көпше түрдегі зат есімдер болады. Жекеше түрдегі зат есімдер дала, мысалы не деген сұрақтар, жел, тас, құм, шөл деген. Бұлар жекеше түрдегі зат есімдер. Міне осылай мәтінді пайдаланып, кестені тиісті сөздермен толықтырып жазып шықтық. Бұлар 14-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді мұқият дәптерімізге әдемі көркем етіп көшіріп жазайық. Кит суда тіршілік еткенімен балық емес. Ол аң, яғни сүтқоректі хайуан. Енесі балаларын сүтпен қоректендіреді. Сондай-ақ олар басқа аңдар сияқты ауамен дем алады. Енді бұл жерде мәтін не туралы дейді? Мәтін кит, яғни балық туралы. Зат есімдерді табыңдар. Зат есімдер, балалар, сөйлем ішінде зат есімді тапқанда сұрақ қою арқылы және де бір сызықпен астын сызамыз, естерінде болса. Бұл жерде зат есімдер кит, балық, аң, хайуан, аңдар, яғни кит, балық, не, аңдар, нелер, мына бұлар зат есімдер. Және де мәтіндегі зат есімдерсіз оқып көр дейді. Егер зат есім кит, балық деген бірінші сөзде алып тастасақ, суда тіршілік еткенімен емес. Яғни зат есімдерді алған кезде мәтіннің мазмұны, балалар, қандай болады? Түсініксіз болады. Сондықтан да мәтінді зат есімді қойып, оқыған кезде мәтін өз сөздерімен дұрыс орындалады. Сондықтан да мәтіндегі зат есімдерді алып тастамай, зат есімді қосып оқимыз. Сонда мәтіннің мазмұны түсінікті болады, балалар. Енді 15-ші жаттығуға қараймыз. Жұмбақты шеш дейді. Өзі алып кемедей дауылдан ықпайды. Су шашып телегей мұхиттан шықпайды. Жұмбақты жоғарыдағы мәтінмен салыстыр, ұқсастығы мен айырмашылығын тап дейді. Бұл жерде балалар, жаңа біз 14-ші жаттығуда да айттық. Сонда бұл жұмбақтың жауабы сендер де дұрыс тапқан шығар деп ойлаймын. Өзі алып кемедей дауылдан ықпайды, су шашып телегей мұхиттан шықпайды. Яғни жауабы кит. Жаңа 15-ші жаттығудағы енді дұрыс жауапты белгіле, ұқсастығы мен айырмашылығын тап дейді. Бізге бұл жерде ұқсастығы екі мәтінде кит тақырыбына арналған, яғни ұқсас 14-15-ші жаттығудағы.
Ал айырмашылығы, бірінші мәтін бұл жерде қара сөзбен берілген, ал екінші мәтін өлеңмен жазылған. 14-ші жаттығуда мысалы кит суда тіршілік еткенмен балық емес, яғни мәтін ретінде берілген. Ал екіншісінде өзі алып келмейді деп жұмбақтап кит туралы өлең жолдарымен берілген. Сонда айырмашылығы осы екен балалар. 16-ші жаттығуға қараймыз. 16-ші жаттығуда өлеңді оқып, сұрақтың жауабын дерек көздерден ізде дейді. Білмейді омар ораздар, жұмбақ сырлар біраз бар. Неге ұшпайды түйе құс, күрке тауық қораздар дейді. Енді бұл жерде түйе құс, күрке тауық қораздар ұша алмайды. Себебі олардың қанаттары қысқа және салмақтары ауыр. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, назарларыңызға көп рахмет.